балаңызды мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Қалай жеттіңіз жалпы? Кептеліс көп па? Иә, бүгін кептеліс ерекше көп болды. Бірақ сәтті жеттім. Пос ашылды ғой енді бүгін. Иә. Жақсы, Динара ханым, бірден тақырыпқа көшейік, сізді шақырғандағы себебіміз мынау балалардың күніне байланысты баланың тәрбиесіне арнап отырмыз. Сізбен 1 сағат сұхбатымызды ендеше бірінші сұрағымызға кезек берейік. Динара ханым, қазіргі уақытта бала тәрбиесіне қатысты ата-аналардың ұстанымдар әртүрлі. Мысалы, біреулер айтса, жаңағыдай баланы ұрып тәрбиелеу керек дейді, қатал ұстау керек дейді, ал біреулері балаға қол жұмсауға болмайды дейді. Ол деген травма дейді. Мысалға, Молдияр Ергебек мырза келді, солай айтты. Баланы ұрса, ол травма дейді. Ал психология жағынан қай ұстанымды ұстанғанымыз дұрыс деп ойлайсыз? Енді негізінен психологтар мынау дұрыс, немесе мынау дұрыс емес деп көп жағдайда айтпайды. Бала тәрбиесінде баланың жеке тұлғалық ерекшеліктеріне көңіл аудару керек. Және ата-ананың да өзінің белгілі бір көзқарасын, ұстанымында қолдау керек деп ойлаймын. Балаға көбінесе сол жеке ерекшеліктерін ескере отырып, қатал болған жағдайда да бір кезде қатал болса, келесі жолы жұмсақтау болуға да болады деп ойлаймын. Не былай емес дейсіз ғой. Жақсы. Енді мысалға жоқ болмайды дегенді ұқпайтын балалар болады ғой. Иә. Қалай айтқанымыз, қалай көндіруге болады деп ойлайсыз? Оларға жалпы тыйым салуға бола ма? Әлде болмайды десе жылайды, сосын айтады, жылама дейді. Одан сайын жылайды ол. Қалай жоқ болмайды деп түсіндірсек болады? Енді балаға негізінен шектеу керек. Өйткені шектеу болмаған, шектеусіз өскен бала бұл өмірде өзін жоғалтып алуы мүмкін. Әртүрлі кейін стресстік, депрессиялық жағдайларға да көп түсуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде бала тәрбиесінде шектеу керек деп ойлаймын. Дегенмен шектеудің де өзінің бір шарттары болады қоятын. Мысалы, ата-аналар шектеу қойған кезде бір ауыздан бүкіл отбасы сол шектеуді ұстануы керек. Яғни анасы болмайды деген жағдайда әкесі рұқсат бермеу керек. Оны үлкендер алдын ала өздері келісіп алған дұрыс. Келесі жағдайда шектеу мысалы бүгін қойылып, белгілі бір жағдайға шектеу қойып, ертеңгі күні оны рұқсат беруі де дұрыс емес. Мысалға бүйтуі де мүмкін ғой, тәтті жеуге болмайды дейміз балаға. Бала айтуы мүмкін, мама сен де жейсің ғой деп. Сол кезде ата-ана да өзін шектеу керек па тәттіден? Ата-ана көп жағдайда енді балаға түсіндіру керек, баламен тілдесе білу керек. Егер әрине ол дұрыс емес, өзі тәтті жеп отырып, балаға шектеу қою мүлдем дұрыс емес. Енді сізді сұрап отыр мына жерде, өзіңіздің қанша баланы тәрбиелеп отырсыз деп? Менің өзім 4 балам бар. Үлкен балам 10 жаста, кіші балам 2 айлық. Енді қазір сіздің отбасыңызға келетін боламыз. Сіз қалай тәрбиелейсіз баланы? Әзірге үзіліс жасайтын уақыт екен, Динара ханым, ренжімесеңіз үзіліс жасап ән тыңдап алайық. Сосын эфирге қайта ораламыз. Достар, бүгін бізде таңғы шоуда қонақта Динара Еділбекова, балалар психологы. Сауалдарыңыз болса міндетті түрде қойып отырыңыздар. Әзірге үзіліс. Эфирде таңғы шоу. FM-ге таңғы шоу. Енді Динара ханым келгенде, вау деп Динара ханымның енді сұлулығынан тамсанып, тақырыпқа байланысты сұраймыз деп ұмытып кеткен екенбіз. Динара ханым, тақырыпқа байланысты сізден сұрасақ, бүгінгі таңғы шоудың тақырыбы балалық шақтан бір тәтті естеліктер туралы айтып берсеңіз. Сіздің балалық шағыңыз қалай өтті? Қандай естеліктермен қызықты? Енді балалық шағымда жазғы демалыстарымды ауылда өткізетінмін көбінесе. Ауылыңыз қай жақта? Ауылым Жаркент өңірі, Көктал ауылы. Лағман. Иә, Лағман. Сол жерде есімде қалғаны, сіңілім екеуміз көршінің алмаға түскенбіз. Мен ағаштың басында, ол астында теріп тұратын болып келіскен болатынбыз. Сонымен бір уақытта көрші үйдің апасы келіп қалды ма, білмеймін, сіңілім қашып кетті. Мен ағаштың басында қалып қалған жайым бар. Сонымен біраз апамыз жердегі алманы теріп, асықпай үйіне қайтқанша тұрған болатын. Сізді көрген жоқ? Мені көрген жоқ. Менде сондай бір жағдай болған. Мен көріп қойып, не істеп жүрсің деген кезде, сиыр іздеп жүрмін деген. Ақылсыз ғой тым. Не дерін білмей қалдым да, сиыр іздеп жүрмін дедім, болды, сөйтіп кетіп қалған болатын. Жақсы. Енді сізге оралайық, Динара ханым, сіздің 4 балаңыз бар екен, 4 баланың анасы екенсіз. Демек, ана ретінде тәжірибеңіз біраз мол деген сөз. Оның үстіне психологсыз. Жалпы психологтар өз балаларын қалай тәрбиелейді? Енді сіз оқығансыз, тоқығансыз, балалардың психологиясын жақсы білесіз.
өзіңіз бала тәрбиесіне қандай тәсілдерді қолданасыз? Ережелері бар шығар мүмкін. Енді психолог ретінде енді мен бірінші үйде енді анамын ғой. Кей жағдайда кейбір тәсілдер жүзеге асады, кей кезде жүзеге аспайтын кездер болады. Бірақ дегенмен балаларымның жас ерекшеліктері әртүрлі болғандықтан, сол жас ерекшелігіне сай үйде олармен қарым-қатынас орнатуға тырысамын. Мысалға үлкенмен қандай қарым-қатынастасыз? Үлкенмен қазір көбінесе тең дәрежеде дос ретінде сөйлесуге тырысамын. Оның қызығушылықтарын қолдап, оған сенетіндігімді білдіріп, көбінесе сол дос ретінде тең адам ретінде қарым-қатынас орнатуға тырысамын. Енді, ал кіші балалармен енді басқаша. Олармен қалайсыз? Оларды енді еркелету керек. Динара ханым, жаңа айтып қалдыңыз ғой, қызығушылығы деп, мысалы, ой, менің балам қызықпаса да әртүрлі үйірмелерге апарып жатамыз. Біреу гимнастика дейді, біреу хоккей деп жатады, біреу басқа бір нәрсе би деп жатады. Жалпы солай миын ашытқан дұрыс па балалардың? Жалпы ол деген меніңше ауыр сияқты кішкентай балаларға. Енді бұндай жағдайда баланың тағы да айтып өткім келеді, әр бала жеке тұлға. Сондықтан балаға қарау керек. Егер бала белсенді болса, егер күш-жігері қосымша сабаққа да, өзінің сабағына да жетіп тұрса, неге баланы күшін тиімді пайдалы нәрсеге жұмсамасқа? Бірақ бала әртүрлі болады. Егер бала шаршағыш, кішкене әлсіздеу болса, әрине оны шамадан тыс жүктеме түсірудің қажеті жоқ. Сол ғой, Ақбибіні эфирден кейін бірден үйіне жібереміз. Мен сағат 2-ге ұстап отырады кабинетте жібермей. Белсенділігі мықты ғой енді. Енді баланың оқуына тоқталайық, жаңағы енді әр ата-ана өзінің баласының үздік оқығанын қалайды. Жаңағы жиналыста мақтаса, о, мен баламды мақтады деген сияқты сөйтіп әңгіме айтып келеді. Адам баласы барлық сабақтан бірдей бестікке оқи алмайды. Сондықтан баланың қай салаға бейім екенін тауып, сол жағынан дамыту қажет деп те жатады кейбір ата-аналар. Жалпы мұнымен келісесіз ба? Әрине. Басқа мысалға өткенде Жеңіс Есенгелдин келді. Бізде қаржылық кеңес. Ол айтады, мен балам мысалға математикадан үздік болса, балам сол математиканы оқы деймін. Егер әдебиетке нашар болса, не қыласың, оған уақытыңды, энергияңды жұмсап деп айтам дейді. Жалпы дұрыс па сол? Иә, онымен әрине мен де келісемін. Балаға бір жағынан өсімдікке қарағандай да қарау керек деп санаймын. Өйткені өсімдік, үй өсімдігін өсірген кезде біз оның жеке ерекшелігін, қажеттілігіне назар аударамыз көбінесе. Біз оларды баптаймыз, күтеміз, су құямыз, бірақ дегенмен үстінен тартпаймыз ғой тезірек өссін деп. Сол сияқты балаға да икемділігіне қарай жетілдіру керек. Және енді 100% бестік оқитын бала болу мүмкін емес деп те ойлаймын. Дегенмен мұғалімдер қолдайды, баланы шамасына қарай көтермелейді. Ата-ана қалай қолдау керек? Мысалға баласы 2 алып келді. Мысалы мен кезінде 2 алсам, жаңағыдай ойбай үйдегілер ұрсатын болды деп үйге кіре алмай, жаңағыдай айналшықтап сөйтіп жүретінбіз. Ана 2-ні жасырып бірдеңе қылып әйтеуір. 5-ке жөндеп деген сияқты. Мен өз өміріммен бөлісіп өтейін. Үлкен ұлым алғашқы рет 2 алып келгенде, енді мен өзім оған мынандай ұсыныс жасадым. Бұл енді жақсы бір жағдай болды ғой. Екеуміз торт алып, осы жағдайды үйде семьямызбен отырып атап өтейік. 2 алған үшін. 2 алған үшін. Кереметсіз құдай, Сонымен ол менен енді қорқып келген бала ғой. Көзі бақырайып, маған қарап, шошып, одан кейін жоқ, мама, керек жоқ, мен енді алмаймын, үйтіп тойламай қойықшы деп. Жоқ, мысалы, керісінше кейбір жаңағы балалар ол нәрсені маған анам ұрыспайды ғой дейді да, жақсы мағынада қарай береді. Сөйтіп 2 ала беруі де мүмкін ғой. Ондай жағынан мен ойымша балаға 2-лік алып, бүкіл сыныптастардың алдында беделі түсіп, ұялудың да ондай қажеті жоқ деп ойлаймын көп жағдайда. Бірақ қорқыныш сезімінен 2 алмауға тырысып, күнделігін жыртып, журналды өртеп жіберген жағдайларда болды. Үйтіп травмалық жағдайға алып келгенше, оданша бала ондайға барғанша, оданша үйде қолдау көрсе, ондай болмас. Қолдау дедіңіз, енді бізде үйде мынау қойған жұрттың баласы дейді. Ана жұрттың баласын Ақбибін көрмейсің бе, қандай әдемі, сен де әдемі болып жүр деген сияқты айтуы мүмкін, жалпы баланы басқамен салыстырған қаншалықты дұрыс? Баланы басқалармен салыстырған оның өзін-өзі бағалауына үлкен нұқсан келтіреді. Бала өзіне сенімсіз болып өседі. Бастамашылық қасиетін жоғалтады.
сол себепті психологтардың және менің де ойымша баланы тек өзімен ғана салыстыруға болады. Кешегі күнімен бүгінгі күнін ғана салыстыр. Кеше сенің қолыңнан мынау келмеп еді, бүгін сен осыны істей алдың. Жетістіктерін айтып, соны атап өткен тиімдірек болады деп ойлаймын. Жақсы, еске салып кетесіздер ме дейді. Бүгін бізде қонақта балалар психологы Динара Еділбекова. Енді тақырып жайлы хаттарды оқып өтейін. Шоқан Жұбатханов былай дейді: ассалаумағалейкум, Жұлдыз ФМ, ең керемет радио. Балалық шаққа келер болсақ, біздің шақ нағыз балалық шақ қой. Ләңгі, асық, велик, доп, суға барып, депоға барып, алма ұрлау дейді. Нан мен қант жеп, кір қожалақ болып, азаннан кешке дейін балконнан астын штаб қылып, яғни үйшік қылып, қызықты өткізетіміз. Әуезов 24 пен Тәжібаев 25 двор жігіттері Қабан мен Куня бастаған топ дейді. Сәлем жолдаймыз. Кеше мен де көріп қалдым. Біздің есік алдында кішкентай балалар үй соғып алып. Қораптан. Соның ішінде ойнап жүрген дейді. Біз үйде көрпелерден үй жасайтынбыз. Енді үйде ғой, енді далада емес енді. Жақсы, Динара ханым, тағы да үзіліс жасай тұрайық. Сосын эфирге қайтып аламыз. Достар, бүгін бізде қонақта таңғы шоуда Динара Еділбекова, балалар психологы. Егер сауалыңыз болса, міндетті түрде Инстаграмға кіріп қойсаңыздар болады. Жұлдыз.фм парақшасында тікелей эфирдеміз. Эфирде таңғы шоу. Таңғы шоу. Психологы Динара Еділбекова. Динара ханым, былай дейді енді, Инстаграмда сауалдар келуде. Гүлім ханымнан: Динара ханым, балам 8 жаста. Толып кетті дейді. Диета ұстатайын деп едім, бірақ стресс ала ма деп ойлаймын дейді. Қалай айтуға болады, көңілін түсірмеу үшін рахмет дейді. Сұрағыңызға рахмет. Енді ең алдымен, менің ойымша, диетолог маманның кеңесін алуға қажет. Және сол маманның ұсынған диетасын мүмкіндігінше отбасыларыңызбен бірге қолдау көрсетіп, баланы сол қиын жағдайда, әрине ол бала үшін стресс болады, бірақ стрессті сонда жеңілдетудің бір тәсілі бар, ол отбасыларыңызбен бірге қолдау көрсету. Сол жағдайда балаға кішкене жеңілірек болады. Және де қосымша спорттық үйірмеге берсеңіздер баланы. Өйткені мен өз өмірімде де сондай мысалдар көп. Бала басқаларға қарап, өзін соларға ұқсағысы кеп, көбінесе көп жағдайда соны нәтижелі болады. Енді білуімше, сәби жаңағы туып ержеткенге дейін, немесе бой жеткенге дейін неше түрлі өтпелі кезеңдерден өтеді. Жаңағы проходной возраст деп жатамыз ғой. Олардың арасында ең күрделісі шамамен 12-13 жас дейді ғалымдар. Жалпы осы аралықта балаға қалай қолдау көрсету керек? Не істеу керек ата-ана үшін? Негізі сіздің балаңыз жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз 10 жаста деді, иә? Сол шаққа келе жатыр ғой. Кеп қалыпты, Құдай қаласа. Қазіргі кездегі балалардың сондай даму ерекшелігі жылдам болғандықтан, бұл өтпелі кезең ертеректе басталуы мүмкін. Сол себепті мен 10 жастағы баламнан қазіргі уақытта сол өтпелі кезеңнің кейбір белгілерін көремін. Бұл белгілер қандай мысалы? Мысалы, баланың өсуі жылдам болғандықтан, бала өзінің эмоцияларын көп жағдайда егере алмайтын кездер болады. Ашуланшақ болады. Және егер сол кезде қысым көрген бала қарсылық білдіретін болады көп жағдайда. Тыңдағысы кеп тұрса да, ата-ананың айтқанын тыңдамау үшін керісінше істейтін сондай күй кешеді бала. Әрине, баламен бұндай жағдайда енді ата-ананың қолдауы өте маңызды. Балаға түсіндіру керек. Бірге көркем фильмдер көруге болады. Баланың сондай өзгеріске ұшырап жатқаны және оның бұндай көңіл күйі қалыпты екенін түсіндіру керек, ең маңыздысы. Яғни баланы керісінше сенікі дұрыс емес дегеннің орнында қолдау көрген бала ата-анасына сенімділігі арта түседі. Және көп жағдайда қиыншылықтармен бөлісетін болады деп ойлаймын. Ал енді балаға мектепте оқып жүрген кезде жаңағыдай буллинг деп жатамыз ғой, қысым көрсету. Жалпы қалай байқауға болады? Мысалға, балаға сыныптастарының кесірінен қысым келіп жатқан, қалай түсінуге болады, қалай білуге болады? Жалпы буллингке қатысатын 3 тарап болады. Яғни буллингті жасайтын адам, буллингке ұшыраған бала, және оны көрген бала. 3 жағдайды да қарастыру маңызды деп ойлаймын.
ең алдымен мысалы көп жағдайда біз көп көңілді буллингке ұшыраған балаға аударамыз. Иә. Оның негізгі белгілері енді баланың көңіл күйінен бірден байқалады. Егер ата-ана баласына сондай қарап, егер ерекшеліктерін байқайтын болса, бала мектепке баруға құлшынысы болмайды. Ауырдым, ішім ауырды, басым ауырды деген көп сылтау айтады. Және сондай бір жасқаншақ болып кететін жағдайлар болады. Сол кезде ата-ана баламен сөйлесу арқылы, немесе мұғаліммен, жолдастарымен сөйлесу арқылы бұндай жағдайды алдын ала байқай алады. Бірақ енді Динара ханым бәрі айтуы мүмкін ғой, мысалға, бәрі жақсы, әшейін көңіл күйім жоқ деуі мүмкін. Иә, ондай да жағдайлар болады. Сол кезде ата-ана жан-жақты қараған дұрыс баланыңшы. Және бала арасында сол буллингтің алдын алу жолдары бар. Яғни баламен сөйлескен кезде егер саған қандай да жағдай болған жағдайда сен маған сенім арта аласың. Мен сені кез келген жағдайда қабылдаймын. Және де егер мен үлкен ретінде саған біреу тиіскен жағдайда маған айтсаң, ол айтады ғой, стукач немесе тоқылдақ деген сөз емес. Ол сенің дұрыс таңдау жасағаның деп түсіндіруге болады. Маған сенім артқаның деген сияқты ғой. Неткен түсінікті, анау деген түсініп қойдың ба бірден? Иә, айтпаңыз. Керемет, оқыған қыз ғой, магистратураны оқып жатыр. Жақсы, достар, есіңізге сала кетейік. Бүгін бізде қонақта балалар психологы Динара Еділбекова дәл қазір Инстаграмда тікелей эфирдеміз. Қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде жолдаңыздар, себебі Динара ханым күнде келе бермейді. Сондықтан мүмкіндікті босқа өткізіп алмаңыздар. Әзірге тамаша ән тыңдайық, үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз. Таңғы шоу. Өзінен көп көңіл бөлгенімді қалайды дейді. Мінезі ашушаң, қой деп қалсақ бол тез жылап шығады дейді. Үлкен қызым 4 жаста, кіші қызым бір жыл 3 ай дейді. Қызғанышты қалай жоямыз? Әрине, 4 жасар қызға бұл өте ауыр. Өйткені енді 3 жыл бойы өзі жалғыз ата-ананың көңіліне тойып өсіп келе жатқан балаға енді тағы бір бала пайда болды. Көңілдің бәрі әрине анасының көңілінің бәрі кіші балаға ауып кеткені енді ол заңды нәрсе. Дегенмен де баланың жағдайына да түсінушілікпен қарау керек. Яғни балаға көп көңіл бөлу үшін аптасына бір рет болсын немесе бірнеше рет баламен жеке кіші баланы басқа адамға тастап, баламен жеке бір серуенге шығып, немесе балаға жеке өзіне ғана көңіл бөлген жағдайда, онда бала мені ата-анам әлі де жақсы көреді екен деген сондай сенім, сол сенімнің артынан жүрегінде бір тыныштық пайда болады. Өйткені олдың ойынша қазір сіз ол баланы жақсы көрмей, тек қана кіші баланы жақсы көрген сияқты болып көріп тұрсыз. Сол себепті бала сондай күйзеліске ұшыраған күйі бар деп санаймын. Мысалға, тағдарға жалғастырып өтейік, мысалға, жаңағы анасы ауруханаға кетіп, жаңағы босанар кезінде ауруханаға кетеді, бала үйде қалады, сөйтіп басқа бір баламен келеді деген сияқты. Сол кезде қызғаныш тағы да пайда болуы мүмкін ғой. Оны болдырмау үшін тағы қандай шаралар қолдану керек? Иә, қызғаныштың алдын алудың бірнеше шарттары бар. Оған мысал ретінде баланы перзентханадан басқа адам шығарып, анасы кіші баласын, енді үлкен баласын көргенде құшақтап қарсы алса, бала әлі де өзінің анасының жүрегінде орны бар екен сезінеді. Және кіші баладан қызғанышы азаяды. Және балаға енді сыйлық ретінде бір сондай қызықты ойыншық бір нәрсе алып беруге болады. Енді бақытты бала деген кезде әркімнің ойы әртүрлі болады, иә? Мысалға, біреуде мысалы PlayStation болса, ол бақытты бала болып есептелуі мүмкін біреулер үшін. Біреулер үшін қыдыру, саяхат жасау бақыт болуы мүмкін. Ал психология ғылымы бойынша бақытты бала деген қандай бала? Бақытты бала ата-ананың махаббатына бөленген бала. Ата-анасы жылы шырай қаратып, мен сені жақсы көремін, мен сені қолдаймын, және мен сені қандай болсан да қабылдаймын деген сөздерді жиі айтып, және өзінің іс-әрекетінде сондай соларды көрсетсе, әрине бала бақытты болады. Балаңды жақсы көрсең, ұр дегенді қалай түсінесіз, дұрыс па, бұрыс па дейді дос? Мен онымен енді психолог ретінде келіссем, негізі дұрыс емес болады деп санаймын. Баланы ұруға жеткізбеу керек. Яғни бала тәрбие барысында
енді әрине әртүрлі жағдай болады. Стресстік жағдай, жұмыстан шаршап келу, бала шулайды дегендей. Бірақ енді мысалы жұмыстан шаршап келу кезді мысалға алсақ, балаға айтуға болады. Мен қазір жұмыстан шаршап келдім, маған 10 минут уақыт берші, мен 10 минуттан кейін саған көңіл бөлем деп. Егер анасы бөлмесіне кіріп 10 минут өзіне өзі көңіл аударып кішкене тынышталса, одан кейін балаға да қарауға шамасы болады деп ойлаймын. Менің балам өте ашушаң дейді. Қалай көмектесе аламын дейді. Айық 10-33 парақшасының иесі. 38. Енді ашушаңдықтың белгілі бір рецепті немесе емі бар деп, бәріне ортақ емі бар деп ойламаймын. Ол баланың жеке бір тарихы деп санаймын. Ол ашушаңдықтың да әртүрлі себептері болуы мүмкін. Сондықтан сол ашушаңдықпен жұмыс жасау үшін енді балалар психологына яғни бізге келу керексіздер дейсіз ғой. Жақсы, енді ұл бала мен қыз баланың тәрбиесіне көшетін уақыт болған кезде Нұрғазы айтты, қазір үзіліс жасайтын уақыт деген дейді. Ендеше Динара ханым, қазір үзіліс жасалайық, ұзақ үзіліс, иә? Мынау Инстаграмда жазып отыр, сұрақты қайда қоямыз деп. Осы Инстаграмға қоя берсеңіздер болады, жұлдыз.fm парақшасында тікелей эфирдеміз. Әзірге үзіліс жасайтын уақыт, үзілістен кейін эфирге Динара Еділбековамен бірге қайта ораламыз, балалар психологымен. Таңғы шоу. Енді үзіліске дейін бір сауалды мен бастаған болатынбыз, бірақ үзіліске кетіп қалдық, иә? Ұл бала мен қыз бала тәрбиесінде қандай ерекшеліктер бар? Нені ескеруіміз керек? Ұл бала мен қыз баланың тәрбиесінде ескеретін жайттарды атап өтсек, ұлдарды әрине біз қоғамда өмір сүреміз, иә? Ер адамдар, әйел адамдар болып бөлінеді қоғамда. Сол себепті ұлдарды енді ержүректілікке, батылдыққа және әлсізді қорғауға тәрбиелеген дұрыс деп ойлаймын. Оны тәрбиелегеннің де өзінің жолдары бар. Ер бала осындай болу керек деп айтқаннан гөрі, егер ұл бала өз әкесінен осы қасиеттерді көрсе, әрине соны көріп өскен бала өзі де сондай болады. Ал қыз балаларға көшсек, қыз балалар әрине ошақ анасы, болашақта енді нәзіктілікке, сұлулыққа және үй шаруасына кішірек кезінен баулыған дұрыс. Және өсе келе өмірде де өз орнын табады деп ойлаймын. Сәлеметсіз бе, қызым 12 жаста дейді. Осы жылы қатты өзгерді. Тек қана өзіне ғана көңіл бөлуді талап етеді дейді. Мамасына да сөз қайтаратын болған дейді. Иә, жаңа да айтып кеттік, бұл өтпелі кезеңнің ең сондай айқын уақыты болып тұр. Және бұл кезде балалар өзін дербес, ересек адам ретінде сезінеді. Енді анасы оған бала ретінде қарайды, а ол өзін енді үлкенмін, анаммен тең дәрежедемін деп ойлайды. Сөз қайтарудың көп жағдайда себебі де сол болуы мүмкін. Және анасы тарапынан біраз түсінбеушілік жағдайлар да осыған себепші болуы мүмкін. Енді анасына біраз шыдамдылық тілеймін, өйткені бұл кезеңнің өзінің атауы да білдіріп тұр ғой, өтпелі кезең. Яғни бұл өтет, кетет, ұмтылады. Қазір қызыңызға қолдауыңыз қажет. Жарық дүниеге әкеміз 10 бала әкелді дейді. Қас қабағына қарап өмір сүріп келдік дейді. Неге біз сондай бола алмаймыз дейді. Қатты әке бола алмаймыз қазір дейді. Енді ол кездің заманының талабы сол болды. 10 баланы өсіріп тәрбиелеу үшін енді қаттылық болмаса басқаша жол жоқ. Әкеге барар жол жоқ. Мүмкін ол әкенің де баласына жұмсақ, бір мейірімді болғысы келген де шығар. Бірақ енді 10 баланы өсіріп жеткізу үшін қаталдық және тәртіп керек. Қазіргі жағдайда енді 10 баланы көп жағдайда ешкім дүниеге алып келмейді. 1-2 бала болғандықтан әрине балаға көңіл бөліп, бар мейірімге бөлегісі келеді. Және қаталдықта өскен бала әрине қатал әкенің тәрбиесінен не сезінетінін түсінеді. Бала ретінде ол түсінеді. Және мүмкін баласының да сондай жағдайға ұшырамауын қалауы мүмкін. Үйдегі ұрыс керістің әсері балаға. Мысалға, ыдыс аяқ сылдырамай, тұрмайды деп жатамыз. Үйдегі ұрыс керістің әсерінен бала көп жағдайда психосоматикалық, яғни дененің ауруларына ұшырайды. Өйткені бала көп жағдайда түсінбейді, ештеңе айта алмайды, өз ойын айта алмайды. Сондықтан ол өзінің іштегі күйзелісін шығарудың жолы ретінде әртүрлі
жиі ауырады, ауруларға ұшырауы мүмкін. Мхм. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деп жатады. Жалпы сіздің көзқарасыңыз қандай? Әрине. Сіз не істейсіз осындай мақалдың мәтелдің жолында? Бұл мақал өте орынды деп ойлаймын. Ата-ананың отбасылық моделі болашақта баланың өз отбасына құруының негізгі енді каркасы немесе сондай тірегі болып табылады. Бірақ дегенмен де әрқашан баланың алдында екі таңдау болады. Яғни ата-анасы сияқты болу немесе болмау. Және әр бала өздігінше таңдау жасайды. Енді ұрының баласы міндетті түрде ұры болады деген сөз емес. Күйеу осы біраз уақыт өскесін дейді, балаңдай болады деп жатамыз дейді. Яғни сіздің жолдасыңыз. Өзіңіз қалай қарайсыз үлкен балаңызға дейді. Сізге қапа болғанда қалай шығасыз дегенім ғой? Әлде бір сыйлық бересіз ба, тағы басқа дейді. Енді мен жолдасымның мен үлкен балам болған қаламаймын негізінен. Өйткені маған тең дәрежелі, маған қамқор бола алатын, тірек бола алатын адам керек. Жалпы қазір бізді тыңдап отқан ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Қысқа нұсқа. Енді берер кеңесім бала тәрбиесінде өзіңізге көбірек көңіл аударыңыз. Баланы тәрбие үшін өздеріңіз тәрбиелеңіздер. Динара ханым, мынау маңызды сияқты. Әкесіз өсіп келе жатқан ұл балаға қалай тәрбиелеген дұрыс дейді? Мен сұлу. Әкесімен егер қарым-қатынасқа сөйлесу мүмкін болмаған жағдайда әкесінің орнына басқа ер адамны ағасын, атасының көмегіне жүгінуге болады. Жақсы. Динара ханым, көп рахмет келіп тамаша сұхбат бергеніңізге, себебі қоштасыңдар деп жатыр мына жерде. Көп рахмет, пайдалы ақпараттар ала алдық деп ойлаймын. Достар, сіздермен бірге 3 сағат көлемінде тікелей толқында болған Ақбибі Хамидолла және мен Жандәурен Мәди. Ертеңгі таңғы шоуға дейін қоштасамыз. Бүгінгі таңғы шоу аяқталды. Динара ханым, тағы да көп рахмет сізге. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Таңғы шоу.